Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгін біз мінекей салт дәстүр жайында сөйлесеміз. Қазір дәстүр дейміз. Фильмдер шығып кетті, бірақ оның дәстүрге қатысы бар ма жоқ па екенін білмеймін. Барған жоқпын, өйткені қорқынышты кино екенін білемін. Бірақ шынымен дәстүр дейтін адамдар осы кітапты оқу керек. Салт дәстүр сөйлейді деген қазақтың салт дәстүрі қайдан шыққаны, енді не себеп болды ол шығуына, вот сол туралы жазылған кітап. Және де дін мен дәстүр деген кітап бар. Ол жерде енді по факту айтылған қандай сүре, қандай хадис сол дәстүрді қуаттайтыны. Мына кітапта енді бұл в основном тәрбиелік мәнісі көп, енді тәрбиелік мәнісі көп, бірақ бұл жерде факт деп айтатындай емес. Дін мен дәстүр ол енді фактпен істелген жазылған кітап. Мынаны кішкентай балаларға жақсы тәрбие өте зор. Мысалы біз келе жатқан кішкентай кезде, мысалы бала туғаннан бастап әртүрлі көп қой әдет ғұрып салт дәстүрлеріміз соған. Мысалы мен баяғыдан түсінбейтінмін, қалың мал қайдан шыққанын білмейтінмін. Может білетін шығар әрбір адам, бірақ әрбір адам біле бермейді дегенім ғой. Қысқаша айта кетейін, мына кітаптан оқып берейін. Адам атаны жаратқаннан соң оны пейішке кіргізеді. Адам ата жаннатта жалғыз жүрмесін деп, Алла тағала оған жұп жаратуды ойлапты. Хауананы адам атаның сол жақ бұғана сүйегінен жаратады. Бұғана сүйегінен жаратады дейді. Бірақ бізде қабырғасынан деп айтылады ғой, сүйегінен жаратады. Ояу болса бұғанасы ауырып жанына батар, қиналғаннан Хауаны жек көріп кетер. Ал қалың ұйқыда жатқанда жаратсам, Хауаның қайдан жаралғанын білмей жат көріп суып кетуі мүмкін деп, әдейі ұйқылы ояу халінде жаратады. Адам оянған соң аппақ нұрдан жаралған жаулықтың астындағы сұлу әйелді көріп оған көңіл ауады. Сосын Аллаға: "Уа жаратқан, бұл кім?" деп сұрайды. "Бұл сенің жұбың, мен оны сенің тәніңнен жараттым" депті. "Мына әйелге көңілім ауып тұр, оны жақсы көріп қалдым, оған үйленсем бола ма?" деп сұрайды. "Болады" депті жаратқан, "бірақ та қалың мал төле" депті. "Уа жаратқан, мен оған қалың мал қалай төлеймін? Менде ешқандай мүлік жоқ, бар мүлік берген өзіңдікі, тіпті үстіндегі киім де сен бердің" депті. Сонда Тәңір тағала: "Ақырдың соңғы шығатын сүйікті пайғамбарым өзіңнің ұрпағың Мұхаммед пайғамбарға 10 рет салауат айт" деді. Де салауат айтудың үлгісін Адам атаға өзі үйретіпті. Адам ата 10 рет салауат айтып қалың малын өтейді. Осыдан бастап ер адам үйленгенде келіншегіне ақы төлейтін дәстүр пайда болыпты. Ер адам сапалы топырақтан жаралғандықтан қартайса да өңін бермейді екен. Ал әйел адам еттен жаралғандықтан боянып күтінбесе ажары ерте таятын болыпты деп жазылған осы кітапта. Сол әрбір дәстүрден біз тәрбиелік мән ала аламыз. Бірақ бұл жерде конкретно жаңағындай бір факт жүзінде емес, өйткені мына жерде мінекей сол жақ бұғана сүйек. Бұғана деген мінекей мына жер емес пе, қателеспесем, или мен дұрыс білмейтін шығармын. Қабырға деген оның астында. Енді бұл қабырғаға жатпайды ғой. Енді ал мынау дін мен дәстүр деген кітапта сәл басқаша жазған болу керек. Мен екі жақта да скриншотқа түсіріп қойдым, фотоға түсіріп екі жаққа салып қоямын, өздеріңіз енді қараңыздар. Сол сияқты тағы басқа да өте көп. Мысалы мына жерде адамның басшысы не, ақылы жетекшісі талап деген сияқты, сабырлық кімнен қалған деген. Мысалы мына жерде Әбу Бәкір Сыдық қой деген, әртүрлі исламдағы мұсылмандардың қадірлейтін, бір құрметтейтін бір адамдар жайында да жазылған. Омар туралы бар, Осман деген бар, мінекей Әзірет Әли деген бар. Осы төрт кісі жайлы жазылған. Бұлар енді әрбір мұсылман білетін шығар. Төрт пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан кейін болған ислам әлеміндегі басшылар. Мына жерде пірлер бар, міне сиырдың пірі Зеңгі баба, қойдың пірі Шопан ата деген. Бұл жерде мінекей мен айтып кетейін, қойдың пірі деген қайдан шыққанын қысқаша айтайын енді. Қожа Ахмет Яссауидің шәкірті болады Шопан ата деген. Ол кісі сол жерде әлгі ұстазынан білім алғаннан кейін, ұстазы енді шәкірттеріне айтатын көрінеді: "Сендер алған білімді басқа жерге жеткізіңдер" деп. Сол өзінің аса таяғын лақтыратын көрінеді. Сол аса таяғын тауып, сол жерде білімін тарататын болған оқушылары, шәкірттері.
Сөйтіп бір күні аса таяғын лақтырып жүрсе, барлығы іздеп кетіп Шопан ата қалыпты. Барлығы осы жақын маңнан іздеген бе сондай. Әлгі Шопан ата айтыпты, батаңызды берсеңіз мен сол жақтан іздеймін деп Маңғыстау жаққа қарай кетіпті. Әлгі жерде аса таяғын тауып алады. Сол жерде бір байдың қойын бағады. Қойлары, сол баққан қойлары біреуі егіз тапса, біреуі сегіз тауып, сөйтіп тез көбейіп, берекелі сондай мықты болады екен. Енді сегіз тапса деген былай прикол ұстап, былай ертегі көрмейді, өйткені Романовский деген порода бар, 9 қойға дейін тапқан бар екен. Енді тапса тапқан да шығар, жарайды. Әлгі жерде сөйтіп қойын бағып, адамдарға өзінің білімін таратып, солай жүргенде рухани әңгімелерін айтқан кезде адамдар бәрі таңқалып күшті әсерленіп, тәрбиеленіп жүрген кезде сол бай өзіне шақырады қойшысын, Шопан атаны. Сөйтіп әңгімесі ұнап, әлгінің білімділігі ұнап, өзінің қызын соған тұрмысқа береді екен. Әлгілер үйленіп, үй болып, сол жерде байып, байығаннан кейін Шопан ата сол жерде сол шәкірт тәрбиелеп, үңгірден жер асты медреселер соққан екен. Сол Маңғыстау жақта сондайлар бар деп естігем, өзім болған жоқпын. Шынымен бар ма? Сол Маңғыстаудан тыңдап отқандар болса, айта кетіңіздер, ол қалай, қай жерде, нешеу екенін. Өйткені мына жерде сол бірнеше мінекей сол шәкірттерін жинап, Маңғыстау даласынан жер асты мешіттерін астып, бала оқытады. Маңғыстау жұрты оны Шопан ата деп атап кетеді. Алғашында қой бағып, қойлары көбейіп, ел арасында танылғандықтан жұрт оны қойдың пірі деп атап кетіпті дейді. Содан қалған екен. Және де басқа да нелер көп, әңгімелері. Мен өзім кітап көп оқымайтынмын, бірақ бұл дәстүріміз өзімізге керек, өзіміздің дәстүріміз, білу керек, біз қайдан шықты деген сияқты. Прямо фактқа сүйеніп қалған болсаңыздар, енді дін мен дәстүр деген екінші кітап бар, сондай оқысаңыздар, сол жерде енді қайдан шыққаны бар жазылған. Біз атам заманнан бері енді мұсылманбыз ғой, әлмісақтан бері мұсылманбыз деп айтамыз, бірақ ол әлмісақ деген екенін білмейміз. Әйтеуір осы дәстүрдің арқасында келген сөздер ғой, біздің тәрбиеге сіңіп кеткен. Осы сіңуіне осындай әңгімелер бізге өте көп пайда берген. Өйткені бұрындары совет үкіметінде, кеңес үкіметінде, СССР кезінде қаптаған осы білім кітаптарын жойған екен. Естуім болатын да, сондай кітаптарды сақтап қалуға, Құран кітаптарын сақтап қалуға, енді Құдай өзі кешірсін деп орап даже жоқтың арасына да тығып қоятын болған екен. Сақтап қалу үшін енді ұрпаққа жеткіземіз деп. Олар сондай қиын заманда өмір сүріп бізге жеткізді ғой әйтеуір. Ал біз осындай бейбіт, тату тәтті кезде өмір сүрген кезде келесі ұрпақтарға біз қалай жеткіземіз? Біз де осы бір қалай айтады, дәуір, осы бір енді адам жаратылыстан бері ақыр заманға дейінгі бір сатымыз ғой. Бізді келесі ұрпаққа бірдеңе қалдыру керекпіз ғой, қазақ болып қалу керекпіз біз ақыретке дейін. Қазағымыз мұсылман болып, осындай жақсы, сондай бір күшті жұрт болып қалмаймыз ба? Осы естуім болатын да, даже бұндай тәрбие арабтарда да жоқ деп. Енді дін бөлек, дәстүр бөлек деп бөлмеу керек. Біз екеуін бір тұтас болған кезде осылай мықты болады да. Сол үшін біз даму керекпіз, білу керекпіз қайдан келгенін. Енді қазір біреулер айтатын шығар, не ол бәрі даму, одан да физика оқы, андайды оқы деп. Оны да оқу керек, бірақ енді сен ең бірінші өзіңнің қайдан екеніңді, дәстүрлерің қайдан шыққан, соларды біліп алып кішкентай балаларыңа үйретіп, сосын олар өзі өскеннен кейін олар өздері қатады. Қазақстан құдайға шүкір дамып келе жатыр ғой. Сондықтан мынандай кітапты алып алыңыздар, қымбат емес. Мен бұл реклама үшін маған ешкім ақша төлемейді. 3,5 мың теңге тұрады. Заказ беріп оқысаңыздар болады. Басқа да осы қиссалар жайында жазылған күшті кітап, енді тез оқылады, жеңіл оқылу. Мынау кітап жазған авторлар Қытайдағы қазақ қандастарымыз, Моңғолиядан көшіп келген, Түркияға барып, сол әртүрлі, біз тек Қазақстанда ғана араламаған, басқа елдерден де келген ақпарат. Сондықтан өте ризашылығымды білдіремін осы авторларына. Мүмкін көріп қалатын шығар. Сіздер де осы лайк басып кетіңіздер, тіркеліп кетіңіздер, басқа да осындай жақсы әңгімелер айтып отырамын. Сондықтан да енді біз бөлісіп отырайық бір-бірімізбен. Кімде қандай әртүрлі, өйткені дәстүр әркім жақта әртүрлі орындалады ғой. Мысалы оңтүстікте басқаша, солтүстікте басқаша, кейбір нәрселер оңтүстікте болмайтын нәрсе солтүстікте істейді, немесе басқалай, батыста қалай болады, әлгі Маңғыстаудың жақта шынымен сондай қандай әулиелер бар деген сияқты. Соны жаза кетіңіздер,
көрген ерекше бір дәстүрлеріңіз бар ма, бір немесе ерсі деген бір қандай дәстүр дұрыс емес деп ойлайсыздар, соның бәрін жаза кетіңіздер, қызық болады. Және де бір дәстүр қайдан келген, не немесе тыйым қайдан келген, жаңа ысқыруға болмайды, табалдырықта тұруға болмайды деген қайдан келген білгілеріңіз келсе жазыңыздар, мен комментарийден оқиын, сосын осы кітаптан сіз оқып сіздермен бөлісіп берейін. Ал жақсы, кездескенше комментарийға жазып кетіңіздер, лайк басыңыздар, тіркеліңіздер. Аман сау болыңыздар.